Йоу. Кішкене сөйлеспедік бе, Узумаки Наруто. Рәсінген дейсің ғой. Маған түксе алмайды білесің ғой. Наруто, орныңнан қозғалма. Шарингенді Какаши. Мен тұрғанда Наруто қолдарың жетпейді. Мен Учиха Мадараға сендері не істей аласың да? Мен білмеймін сен денеңді қашан елес қыласың, бірақ Нарутоны ұстау үшін қатты қалатының анық. Бұл сондай оңай болады деп ойламаппын. Қазір мен тек сөйлесем. Пейнді нақтырақ айтқанда Нагатоны сатқын қылған не? Сен Саскеге не істейін деп тұрсың? Саске ма? Жарайды, айтып берейін. Шиноби әлемінің жек көрінішіне батқан адам жайлы айтып беремін. Саске туралы Итачиді еске алмай айту мүмкін емес. Саске қайда? Жұмбақ айтайын ба? Ши, иә. Оны өлтіргенше сұрастырып алсаңдар, мәліметтерің бар ма Кацуки жайлы? Саскені шұғыл түрде табыңдар. Көп болады. Бір көзді керей. Хокагеден көзіңді алма. Кеттік! Самурайлар аяғысы жылдам қозғала бастады. Оларды шоштайтындай түксіген жоқпыз ғой. Бұл Зесу. Олар тым көп анта. Зетсуға бүлдіріп қойған. Осыдан қолға түссін. Көңіл кейін болмай тұр. Мен барсам оңдырмаймын. Тура біздігідей қылыш техникасы бар. Карин, самурайлар емес, Данзон қара. Самурайлар менікі. Саскенің чакрасы. Басқаша. Маған ешкімді өлтірме дейді. Өз болса қырып жатыр. Қарғысы мөрінен де қараңғы. Бір топ мықты чакрасы есіп тұрмын. Тура астымызда. Бір нәрсе келе жатыр. Болды. Менің қағарымнан қорқуды үйретем. Жалғыз бар ма? Су қабырға. Мына жігіт, найзағай, инспирация. Мәлімдеме бойынша оның табиғаты найзағай екені дұрыс сияқты ғой. Саске бойынша мәлімдеме жинап алған сияқты. Екеуі Кума Джоуниндері. Ортадағы Райкаги. Оңай болмайды. Қимылдарын тоқтатам. Найзағай, жарық қабырға. Соқырғылғысы келеді. Джуго, ұйықтама, жаман емес Шаринган. Генджусу болса да тым кеш. Сорлы. Үлгерді. Суйгетсі, жарайсың. Ши, жан-жақтан барлаушыларды жолыстарымыз сізде. Төбелес тұрып мен қалай іздеймін. Төбелесудің қажет жоқ. Бос екеуміз ағаламыз. Егер Данзоны іздеп бастасам, Ши деген мені біліп қояды. Арт жағында сенсор бар секілді. Енді осы үшін өлесің. Хокагенің дол jutsu әлі істеп тұрмағы тексер. Jutsu тоқтатылды. Енді саған ешкім сенбейді. Мен Бьякуганың сырларын біліп қойғаным үшін сен мен өлтірейін деп тұрсың ғой. Мен Шиноби әлемін қорғау үшін бәрін істеймін. Уақытымызды жоғалтпай дұрыс бағытта сөйлесейік. Біз сенің бір сөзіңе сене алмаймыз, Данзо. Сенесіңдер ме жоқ па, маған бәрібір. Ол өзін толығымен өзгертті. Кімнің жағында екен ұмыт қалған жоқ па? Кім бірінші? Бұқаламба! Ұсталды. Біреу бітті. Шаринган сияқтылар мен ұстай алмайды. Тіпті Шаринган найзағай күш еткен қимылдарға ілесе алмайды. Өл! Райкаге саманың тікелей соққысынан кейін тірі қалды ма? Генджутсу. Бұл жігіттер бірінің соққыларын дұрыс пайдаланады екен. Қимылдай алмайым. Ши, ұйқыға кетпе. Тұр! Өлтіріп тастадым. Кесірек Данзон табу керек. Өтірікші, далбасалама! Өтірік, бұл Итачи жайлы шындық. Ол Коноха үшін өмірін қиды.
Ондай болса Саске білетін еді ғой. Неге олай Кацке көмектесіп тұр? Итачи үшін ауылға қайтатын еді ғой. Саскенің досы да ұстазы да болып түсінгің келді. Ол нағыз кек алғыш. Сен Саскені естедің? Бұл Саске таңдаған жол. Аузың жап! Кекті таңдады. Жүрегінде ол біздікі. Саскенің мақсаты Итачи үшін, кланы үшін Коноходан кегін алу. Неге? Бәрі бұлай болып кетті. Бұл қарғыс бізді мәңгі бақи артымыздан аңдайды. Рикуда Сениннен басталған жек көрініш қарғысы. Ол жайған аңыз адам, шындықтан құралған аңыз. Бір кезде Рикуда Сенин ниндзя өнерін үйретті. Рикуда Сенин ниндзя күшімен еркін екі баласына тапсырды. Сенин көзі бар, үлкені, бейбітшілік күшпен орнатуды таңдады. Сениннің етімен жаралған кішісі махаббатты таңдады. Өлім алдында ол мұрагерді таңдау тиіс еді. Сенин күші бар үлкенін таңдаған жоқ. Махаббатты ең дұрыс көрген кішісін таңдады. Осыдан бауырлар арасында жек көрініштік басталды. Ғасырлар өтті, қандары сиректеді, бірақ қанды шайқас тоқтамады. Үлкен баласының ұрпағы Учиха атады. Сенджу деп кішісі. Менің Сенджу Хаширамамен шайқасуың тағдырға жазылып қойған. Сенджудың еркін сенің ішінде көріп тұрмын. Бірінші Хокагені де. Ең жек көретін адам. Сенджу мен Учиха, Наруто мен Саске. Тағдырдың таңдауы сендерсіңдер. Осы Саскенің ниндзя жолы. Найзағай арқылы тесетін соққының күшін арттыру. Егер бұл найзағайлы автоматиялса, бұл мықты техника. Саске өлді дейбе. Алай, жырбам! Осы ғой Мангёке Шаринген. Бұрын ешкім лай жырбомптан тірғылмаған. Денемді қимылдатып әлі қиын боп тұр. Учиханың көзі бағана басқаша болмап еді. Мангёке Шаринген ғой. Райкагенің чакрасы шатырдан да сезіледі. Бейджудікіндей. Аматерасу. Жақындама, бұл қарапайым от емес. Қарап тұрған жерді жағып жіберетін Аматерасу. Регеку Суэй! Қара оты қорғаныс көзбен ілесе алмаса, есе алмайтын естеді. Қара жалынды бақылай ала ма? Рекегамен ойнама! Сол қолынан айырылған секілді. Құм? Құмды Гара, неменеге ұраласың Казукаге? Бұлай ұра бергенде денеңнің көп бөлігі қара жалында жанып кететін еді. Шей, қанды тоқтат. Райкаге саман найзағайлы сауыты болса да қолын жоғалтып алды. Сол көзінде Аматерасу қарап тұрып, оң көзімен жалының формасын өзгертеді. Бей мырза расымен де осы Саскеге ұстап қалуы мүмкін еді. Бейджулерді қандай жоспармен жинап жатсың? Мақсатың не? Мейлі. Ақыры сендерге жауап қажет емес, бірақ сендерге айтқаннан пайда жоқ. Сендермен сөйлескен қызық болды. Көрсеміз. Абсолютті қорғанысың істеп тұр ғой. Таптым. Данзо да сол жерде. Арасында сенсор бар екен. Олардың біреу келе жатыр. Қазір келеді. Шу басталғанда шығып кетеміз. Сыбырласқандарыңды оғартыңдар. Тұрған жерлеріңнен тапжылмаңдар. Бұл жиналыс қызығырақ болып бара жатыр. Ұзақ пәліші бұл қалды. Гара, нағыз қорғанысты қарсы ал. Менің соққыларымнан оны қорғап қалған осы екен ғой. Мына чакра. Бұл Саске емес. Қараңғылық. Екі көзден де Мангёке оятқан адам Сусаноның күшін алады. Сусано? Учихалардың әрдайым тұққан бір көзірі бар. Даруй, құмдылар, тез артқа кетіңдер.
топтарды дәлдеп тұр. Данзоны тауып қойдың ба? Көрсет. Үстіде. Саске, Данзо қашып барады. Данзоны мен ұстаймын. Жарайды, бірақ алысқа кетпе. Менің арқам ауырады. Ал сен өзің біл не істейсің. Акацке біздің ауылды таптап кетті. Саған қарап, Учихаларда жақсы еркектер бар деп айталам. Жолымнан кет. Бұндай тәтті жігітті жоғалту өкінішті. Жүрегіңді балқытатынды сүйіп алам. Сүйіп алам? Бұлай көздерімен қараушы болма, кемпір. Бекер айтты. Аға, егер қосылмасаңыз басыңызды түсіріп отырыңыз. Денемнің әрбір бөлігі ауырып жатыр. Сусаны қолданудың құны осы екен ғой. Итачи да осынша қиналды ма? Енді екеуміз-ақ қалдық. Ешқайда қашпайсың. Мен 3 элементті от, су және жерді қолданам. Буланған су. Балқып жатыр. Саскенің чакрасы әлсізденіп барады. Райкагеден кішкене таяқ жепсің ғой, солай ма? Еркектердің қиналған жүрегімді ауыртады. Қышқылды бұ екен ғой. Мынау не? Мына чакра? Кагелерің сондай топас. Чакрамызды жеп өсіп жатыр. Қарқсатқыр, немене? Күшім оралып жатыр. Қатаңдықты түсіруім керек. Қиналып жатқан сияқты ғой. Тас қайнауы jutsu. Саған қарсы өкпем жоқ, бірақ шиноби әлемі сенің өліміңді қалайды. Атомдарға майдалану jutsu. Саске! Саскенің чакрасы жоқ. Оның денесі молекулаларға шашылып кетті. Жабыспашы! Саске қайда кетті? Мен оны құмға бөліп тастадым. Не үшін оны? Мүмкіндігің болады. Райкаге, менің атым Учиха Мадара. Сендерге түсіндіретін бір нәрсем бар. Сосын бір нәрсе сұраймын. Нені? Сукуноми Кинкаку менің мақсатым. Акацкен жоспарына түкірген бар. Сонда Мадараның күші осы ғой. Уақыт кеңістік нинджутсуа. Ал мырзалар мен ханымдар тыңдайтын болдыңдар ма? Сусаны оята алатын шаринган сирек. 5 Хокагеге қарсы қойып, мен оның көз күшін арттырғым келді. Сендерді әлсіздендіріп, тұтқынға алғым келді. Бірақ не үшін? Сукуноми Кинкаку жоспарымды қиындықсыз асыру үшін. Сенің күшіңмен қалаған нәрсеңді істей алатын едің ғой. Бірінші Хокагемен төбелестен қалған жарақатым терең. Сонда бұл жоспар сені өз күшіңе қайта келу үшін ғой. Жоқ, бәрі олай емес. Соло Цукуноми деген не? Бәрін түсіндіріп бергім келеді, сол үшін кішкене отыра тұрайық. Бәрі біріктірілген жер. Біріктірілген дегенің қалай? Учихаларда ғасырлар бұрын жасылған тас бар. Ол таста тек қажетті көзбен оқи алатын Рикуда Сенин жазып кеткен сыр бар. Қайдағы Рикуда Сенин? Бұл шындық. Сенің жоспарыңның Рикуда Сенинге не қатысы бар? Ал сендер білесіңдер мен неге ол аңызға айналды? Адамдар арасында құдай шиноби. Баяғда ол бізді құбыжықтан құтқарып қалды. Құбыжық? Сол құбыжықтың бір бөлігі сенің ішіңдегі әрі. Ол құбыжық барлық биджулердің қосындысы болған әлемдегі ең мықты чакра Джуби. Бірақ биджулер тек 9-ақ қой. Мен сендерге айттым ғой, ол биджулердің қосындысы. Шукаку, Ичиби, Ниби, Санби, Йонби, Гоби, Рокуби, Нанаби, Хачиби, Кьюби. Барлық биджулер Джубидің чакрасы бөлінгеннен кейін пайда болды. Рикуда Сениннің қолынан. Рикуда Сенин Джубидің чинчурики болған. Бірақ ол өлгенде мөр бұзылып Джубидің зұлым чакрасы қайта шығатын еді. Ол Джубидің чакрасын тартып алып аспанға мөрлеп тастады. Рикуда Сенин Джубидің чинчурики болғанда адамнан әлде қайда жоғары болды. Бірақ ол күшті алып сен істейсің.
Джубиді тірілтем. Сосын Джинчурики болам. Ал сосын не істемекшісің? Айға менің көздерім шағылысып олы генжутсу, шексіз Цукуйоми. Генжутсу мен бүкіл әлемді басқарып біріктіремін. Бәрі менімен бірге болады. Барлығы біріктіріледі. Әлемге қолыңды тигізбесің. Иллюзиялы бейбітшілік ол жалған. Армансыз үмітсіз дүние, тек қана қашу. Данзо да осындай әңгіме айтып еді. Әлемді біріктіремін емес, сенікі басқару. Ал сендер бесең не істей аласыңдар? Үміт деген жоқ. Хачиби мен Кьюбиді маған алып келіңдер. Немесе соғыс басталады. Хачибиді ұстай алмадық. Керемет шиноби ғоңғысы Джинчурики. Узумаки Нарутоға қолың жетпейді. Райгаги алсенші, бауырыма қолың тисін өлтірем. Жарайды. Осы кезден бастап 4-ші ұлы нинза соғысын жариялаймын. Келесі жолы соғыс алаңында кездесеміз.